Сәлем баршаларыңызға, мен Мади Аль-Мурат. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі түсірілімде сіздерге Куала-Лумпурдағы осы егіз мұнаралы Петронас ғимаратын көрсететін болам. Жалпы бұл ғимарат Куала-Лумпурдың символы болып келеді. Одан қалса әлемге ең биік ғимарат ретінде танылған. 1998 жылы қолданысқа берілген. Жалпы құрылысына 6 жыл уақыт кеткен екен. 1992 жыл мен 1998 жылдары бұл ғимарат салынған 6 жыл бойы. Одан кейін 1998 жылы бұл әлемдегі ең биік ғимарат ретінде тіркеліп қолданысқа берілді. 2004 жылға дейін, 2004 жылда бұл ғимараттың рекорды бұзылып, ең биік ғимарат ретінде танылған жоқ. Қазірде солай, бірақ дегенмен де қазір бұл әлем бойынша ең биік егіз мұнаралы ғимарат болып есептеледі. Жалпы Малайзия мұсылман мемлекеті болғандықтан бұл ғимаратты исламдық мотивпен жасаған. Егерде жоғары жақтан сіздер оның көрінісін көретін болсаңыздар, гүлдің суреті бейнеленген. Мен сіздерге қуана жоғары жақтан видео түсіріп көрсетуші едім, бірақ өкінішке орай бұл ғимараттың үстімен дрон ұшыруға рұқсат етілмейді. Бұл ғимарат 12 балдық жер сілкінісіне дейін төтеп бере алады. Сондай мықты қып соққан екен. Сіздермен қазір осы ғимараттың айналасымен, жалпы осы жерлерге келгеннен кейін қандай жерлерді көруге болады, қандай асханалар бар, қай жерден сусын ішуге болады, мороженое жеуге болады, сол туралы енді сіздерге қазір толығырақ көрсетіп кететін боламын. Міне осылай фонында туристер суретке түседі. Мынаның бәрі қытайлар сияқты суретке түсіп жатыр. Осылай мына жолдың бер жағына өтіп, сіздерде осы фонда суретке түссеңіздер болады. Мен ары қарай кеттім. Қазір осы башняның, осы егіз башняның төменгі қабатында торговый центр бар. Сол торговый центрді көрсетемін сіздерге. Одан кейін арт жағында парк бар, мешіт бар. Соның барлығын көрсетіп, қазір таныстырып шығатын болам. Мынау тура қиылысқа келдік. Осы жерден хоп, үлгіп кетейіне 8 секунд, 7 секунд. Тоқтамайым бірақ. Үлгердім. Осы жерден өтіп алуларыңыз керек. Басылмай қапты, жанды. Міне мен почти өттім қазір. Мега кетіп қалды ғой. Осы жердің барлығында туристер жүреді осылай. Фотоға түсіп жатыр. Так. Егер осы жерлерге келсеңіздер, специальный фотографтар жүреді. Фотограф болғанда олар фотоаппаратқа емес, телефонға түсіретіні. Осындай жабдықталған. Ананың бәрі светтер, яғни түнде де әдемілеп түсіріп береді сіздерге. И әрқайсысында бір iPhone Pro Max. How much, brother? One photo? 10 ringgit. One photo 10 ringgit. Bir foto 1200 tenge. You want try? Huh? You want try?
Bir foto 10 ringgit deydi, 1200 tenge. Endi siz, конечно, bir 4-5 fotoga түсетін болсаңыз, бұлар скидка жасап береді. 20-30 рингит, 20 рингит шығар. 20 рингитке bir 3-4 foto түсіп алуға болады. Мына жердің бәрі осылай жабық тұрады. Сіздерге көрсетейін қалай. Hello. Қалай міне түсіреді. Әдемі түсіреді негізі. Вообще супер. Good, very good. Түсіп алсаңыздар болады негізі, әдемі түсіреді. Мен өзім былтыр келген кезінде, алғаш рет келген кезінде түсіп алғам. Bir фотом бар, қазір осы жерге осы шығарып қоям. Енді одан кейін қазір маған қажет емес. Сондықтан да биыл келген кезде түскен жоқпын. Осылай қарай кішкене айналып, осы жерден былай қарай, оңға қарай. Қазір осы мына башняның астына кіретін болам. Оның асты торговый центр. Мына жақта осындай ғимараттар бар. Мына бір зданияны қараңыздар, сыртын бәріне осындай гүлма өсіп тастаған. Жоғарыдан төмен салбырап тұр, или төменнен жоғары қарай өрмелеп тұр. Осылай қарай жүре береміз. Жалпы достар, анау ортасында көпір тұр ғой. Сол көпір 41-42 этаждарды жалғап тұр. Биіктігі 170 метр. Сол көпірге шығып көруге де болады. Бұл екі мұнараны жаңа байланыстырып тұрған көпір ғой. Қызығы, ол ғимаратқа бекітілмеген екен. Ғимаратқа бекітілмеген. Сол үшін желге байланысты ол көпір қимылдап тұрады екен. Егер де шығып көріп жатсаңыздар, сондай бір эффект болады екен, қимылдап тұрады екен желге байланысты. Енді осы башняның 86-шы қабатында observation deck орналасқан, яғни смотровая площадка дейді ғой. Сол жерге шығып, қаланы Куала-Лумпурды көрсеңіздер болады. Алдына келгеннен кейін осылай ортасында кішігірім фонтандары бар. Осы жаққа келіп те суретке түссеңіздер болады. Қазір тағы бір фотозона көрсетем. Көбінде туристер сол жерге келіп фотоға түсіп жатады. Мына жерде мына орындықтар бар. Келіп отырсаңыздар болады, демалып. Әрине қазір күн ыстық. Қазір емес, жалпы негізі Куала-Лумпурда погода жыл 12 ай бірдей болып тұрады ғой. Қашан келсеңіздер де бұл жерде ауа райы ыстық. Қазір 32 градусты көрсетіп тұр. Енді ауа влажный болғандықтан бұл жақта енді ол көбірек ыстықтау болып сезіледі. Қараңыздар. Фотоға түсіп жатыр туристер. Ана төмен жақтан фотографты қойып, жоғары жақтан тұрсаңыздар, примерно міне мынандай фото пайда болады. Тура қарайтын болсаңыздар, алдарыңызда Башня Петронас. Мына жағымен жүрейін енді.
Қазір сіздермен тура осылай ғимараттың ішіне кіретін боламыз. Туристер. Міне сіздермен қазір торговый центрға кірдім. О, іші қандай әдемі. Әдем болғанда іші қандай күшті. Салқын кондиционер жасап тұр. Дала ыстық. Ішінде жүре бергің келеді. Кірген бойда осындай машина ілініп тұр жоғарыда. Гонщик дейтін беді, не дейтін еді бұны? Қандай жарысатын машина. Жоғарыға қойып қойыпты сувенир қылып. Тура осылай Сурия KLCC Сурия деген торговый центр. Осы жаққа кіріп кішкене салқындап алсаңыздар болады. Егер сіздерге бір заттар керек болатын болса, киім, аяқ киім, может бас киім, осы торговый центрға кіріп көрсеңіздер болады. Бұл жерде премиум брендтерден бастап местный брендқа дейін барлық бутиктар бар. Так что аралап көріп шығатын сіздерге бутик табылады. Кез келген бағада, кез келген категорияда жалпы таба аласыздар. Міне осындай торговый центр. Мынау төменгі қабаты. Рамазанның құрметіне осындай жаңағы безендірулер жасап қойған. Бұл жерде көбінде осындай нелер болады. Выставкалар. Осылай өшерге местный производстволар өздерінің киімдерін қойып саудаға шығара алады. Бұның бәрі көбінде сол жергілікті халықтың киетін киімдері. Осылай. Ана бір бутик тұр ғой. Японский екен. Соны киімдері күшті екен, мен өзіме ұнады. Өткенде мына футболканы сол жерден алдым. 5000 бір нәрсе теңге шықты. 5500 теңге екен. Сапасы өте жақсы. Маған өзіме ұнады. Сондықтан осы жерге кіріп қарасаңыздар, неше түрлі футболкалар, рубашкалар, шалбар, шорты бәрі бар. Жалпы өздеріңіз енді ары қарай барлығын аралап көре бересіздер. Төменгі қабатында тамақ ішетін жерлер бар. Қателеспесем, мен өзім енді толық аралап шықпағам. Жоғарғы қабатында да фудкорт болуы мүмкін. Сол үшін енді өздеріңіз барлығын аралап көріп шығыңыздар. Мен ары қарай сыртқа шығып бара жатырмын. Яғни башняның бір бетінен кіріп, келесі бетінен артқы бөлігіне қарай шығып бара жатырмын. Мына жерде де шыққан бойда. Мына жерде де шыққан бойда. Рамазанға осындай безендіріп қойыпты. Енді осы жерден сыртына қарай шығатын болсаңыздар, осы жерде үлкен фонтан бар. Сол фонтанды тамашалап көріп отырсаңыздар болады. Енді бұл жерде көбінде бұл фонтан кешкісін қызық. Кешкісін мына жерде адам толады. Мына жердің бәрінде мынау
лестницаларда осы жерде адамдар отырады. Полный бүкіл жерде. И мына жерде уже мынау фонтандар әртүрлі түстермен, светтермен жанады. И музыка ойнайды. Мына жерде мына колонкалар тұр. Музыка ойнайды осы жерде. Сондай кішігірім дубайский шоу. Бірақ енді, конечно, оған жетпейді. Міне мен қазір башняның арт жағына өттім. Сурия деген торговый центр. Енді осы башняның арт жағында осындай кішігірім парк бар. Сіздерге енді осы паркты көрсететін болам. Мына жерде жаңа торговый центрдің сырт жағында түрлі ресторан барлар бар. Кешкісін келіп осы жерде отыруға болады. Фонтанның фонында. Міне тура қарама қарсысында осылай фонтандар ойнап тұратын болады. Қазір мен паркке қарай кірейін. Иншалла парктың ішкі жағын сіздермен таныстыратын болам, көрсететін болам. Міне мына жақта отырып демалсаңыздар болады. Кешкісін енді мына жердің бәрінде адам көп. Башняның фоны, мына жерде фонтан, мына жердің бәрінде адамдар демалып отыратын болады. Мына тәтеме күннің ыстығы ешқандай кедергі емес сияқты. Күн ыстық болып тұрды. Еще ана мен үстіне отырып алған, кәдімгі не ғой? Цемент қой кәдімгі. Қызып тұрған шығар деймін да. Мына жерде кітап оқып отыр. Мына бір қыз. Ағаштың көлеңкесі. Осындай жабық беседкалар бар. Жаңбыр жауып кетсе, сол жерлерде отырсаңыз болады. Мына жердің бәрінде адамдар отырады. Беседкалар. Мен қазір паркке қарай кіріп бар жатырмын. Енді осы паркке қарай кіріп, ішінде серуендесеңіздер болады. Ан жақта қазір балалар ойнайтын площадкалар бар. Балаларға бассейн бар айтқандай. Балалар келіп шомылса болады. Мына жерде осындай бір көпір бар. Бұл да бір суретке түсетін зоналардың бірі. Туристер көбірек осы жерде суретке түсіп жатады. Себебі бұл көпірден ар жақта Башня Петронс әдемі көрініп тұрады. Көлеңке қандай жақсы. Достар, кәдімгідей ыстық бар ғой. Желание болмайды күнге қарай шығуға. Мына көлеңкеге келіп едім, қандай күшті болып қалды менде. Айтқандай, осылай жүгіруге болады. Специально осындай жүгіруге арналған дорожкалар бар. Ала бұйыртса, бүгін бізде бір күн, ертең бір күн, соңғы 2 күн қалды. Рамазанның оразасын бітуіне, яғни Рамазанның бітуіне, осы 2 күнді, бүгін, ертең 2 күнімді оразамды ұстап алсам, 3-ші күннен бастап, Алла қаласа, мен осы жерде жүгіріп бастаймын деп ниеттеніп отырмын. Алла нәсіп етсін, соны жеңіл етсін маған.
күнде келіп осы жерде жүгіріп, жаңағы жаттығулар жасап, кішкене салмақты азайтқым келіп тұр. Өйткені мен біршама салмақ жинап алғам. Өзіме не комфортны. Енді көп саяхаттаймын, көп жүрем, кейбір кездерде енді аяқтарым ауырып қалуы мүмкін. Жаңағы салмақтан ғой. Сондықтан да мен иншалла осылай жүгіріп, жаттығулар жасап, енді осы Куала-Лумпурда мен енді 6 ай осындамын ғой. Күн ыстық, сыртқа шығып жүгірмегенде енді ят шығар енді осы жерде тұрған адам. Мына жерде осындай камералар бар екен. Ана камера айналып тұр, жан-жақтың бәрін түсіріп. Егер сізге бір нәрсе болса, бір көмек керек болатын болса, осындай сары бағаналарды көріңіз. Осы жерге келіп, сіз мынау нүктені басып, көмек сұрай аласыз. Жаңағы басасыз да, сол жерден сөйлейсіз, мына камера арқылы сізді көріп тұрады. Сізде қандай проблема, соны айтсаңыз, сізге көмек келетін болады. Так, сіздермен ары қарай жүрдім. Мына жерде осындай су ішетін жер бар екен. Ағып тұр ма? Ағып тұрған жоқ па? Ағып тұр, үй іші салқындау. Ысып кеткен деп ойласам. Су ішуге арналған осындай орын жасап қойыпты. Бұл, конечно, өте жақсы. Күннің ыстығынан камерам істемей қалып жатыр, қызып кетіп жатыр. Енді сіздерге осы жерде көрсетем деген жердің барлығын көрсетіп үлгерсем екен. Күн шынымен де ыстық. Кәдімгідей ыстық. Мына жерде осындай балаларға арналған типа бассейн. Балаларға шомылуға рұқсат, үлкендерге болмайды. Үлкендер тек қана осылай мынаның жиегінде отырып, аяғын батырып отырса болады. И то кейбір кездерде охрана оларға аяқтарын суға салуға да тыйым салады. Мына жерде осындай водопад бар, әне балалар астында суға түсіп жатыр, рахаттанып. Шіркін, мен де түссем екен. Ай, қандай рахат. Ана бір балан қара. Рахаттан суға түсіп жатыр. I like your taste in tunes and everything you ooze. The tempo of your beat, you bleed a melody. No one can control that old time rock and roll. No rule of gravity. And hey, can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all off in the river of your heart? There's a million different songs that I learned to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me, so reach out and Так, былай қарай жүрсеңіздер, фонтаннан өтіп, балаларға ойнайтын площадка бар, горкалар, качеля. Бірақ енді таңертең ертерек келмесеңіздер, или кешке ма, енді күндізгі уақытта күн ыстық,
балаларға қызық болмауы мүмкін. Енді мына бассейн тұрған кезінде енді точно күндіз бұл ойнайтын жерлер қызық емес деп ойлаймын. Мына жерде қандай жақсы. Әжетхана бар, душ бар. Тегін шығар. Тегін сияқты ешқандай касса ешнәрсе көріп тұрған жоқпын. Вот. Барлығы тегін. Қандай условия, қандай жай био туалет емес, кәдімгідей әжетхана жасап қойған. Міне достар, жалпы осындай парк. Енді сіздерге бұл жерге таңертең ерте немесе түстен кейін кішкене күннің қызуы қайтқан кезінде келуге кеңес берем. Себебі күн өте ыстық. Жүрген кезінде сіздерге өте некомфортно болады. Сондықтан да таңертең ерте или кешке келіп осы жерде прогулка жасап, серуендеп жүрсеңіздер болады. Жалпы жақсы, әдемі парк. Іші таптаза, ағаштар бар, көлеңкесінде жүресіз. Әжетхана бар, су ішетін орындар бар, отыратын орындықтар, беседкасымен, жаңа төбесі жабық, барлығы бар. Яғни келіп, семьямен болсын, өзіңіз болсын, жеке серуендеп жүруге барлық жағдайлар жасалған. Достар, сіздерге егерде Куала-Лумпурға тур керек болатын болса, мынау менің Instagram парақшам арқылы маған байланысқа шығыңыздар. Мен сіздерге осы қалаға кереметтей тур ұйымдастырып беремін. Және де менің Instagram парақшама тіркеліп қойды да ұмытпаңыздар. Бұл жерде паркте осылай жүрсеңіздер, неше түрлі ағаштар көресіздер. Мысалы, шында бір ағаштарды қараңыз. Тамырлары қалай үлкен, кең жайылып кеткен. Бұл ағаштардың әрқайсының өзінің атаулары, өзінің бір тарихтары бар. Ақырын жүріп байқасаңыздар, кейбір ағаштарда QR кодтар тұр. Сол QR кодты телефоныңызға сканерлеп, осы ағаш туралы ақпарат алсаңыздар болады. Жалпы бұлай көлеңкеде жүрсең, кішкене ыстық сезілмейді екен. Ата күнде жүрсең, ыстық. Так, достар, осы парктың тура жанында мешіт бар. Бұны да сіздерге көрсете кетейін. Мен былтыр келгенде, мысалы, осы мешітті білмеппін. Осы келгенде ғана біліп жатырмын. Мынау, мысалы, жаңалдегі Сурия деген торговый центрден шығасыз, паркке қарай. Сол кезде сол қол жақтарыңызда болады. Міне күмбезін жаттап алыңыздар. Мен қазір мешітке кіріп 5 намазын оқып шығам. Әлі намазды оқыған жоқпын. Енді ішін особо түсірмей-ақ қоятын шығармын. Кейін өздеріңіз келіп жатсаңыздар, бір көресіздер. Жалпы бұл Малайзияға біздің қазақстандықтар 30 күнге дейін визасыз жүре алады. Және де Алматыдан осы Куала-Лумпурға тікелей рейстер бар. Сондықтан да бұл қалаға саяхаттап келуге біздің қазақстандықтарға өте жеңіл. Тікелей 7,5 сағатта ұшып келесіз. Виза керек жоқ. Келіп, жақсы бір қонақ үйіңізді таңдап, қаланы толық саяхаттап көріп, елге қайтуға болады. Және де бұл Малайзияда осы Куала-Лумпурдан жобамен бір 2 сағаттық жерлерде нелер бар екен. Жаңағы островтарға шығып кетуге болады екен. Бірақ енді мен әлі оларды көрген жоқпын, барған жоқпын. Алла бұйыртса, әлі 6 ай жүрем ғой бұнда. Иншалла жолы түсіп жатса, міндетті түрде барып көріп, ол жақтарды да зерттеп, осындай керемет обзорлар түсіріп, YouTube'ға салып қоятын болам. Мүмкін ол да сіздерге бір пайдасы тиіп қалар.
Так, достар, мен қайтадан көшеге қарай шықтым. Мынау Башня Петронус. Мынау алды көше. Мына жақ парк. Сіздерге тағы осы жақтан бір-екі жерлерді көрсетейін. Енді Малайзияға келгеннен кейін жалпы қай жерге барсаң да сол жердің асханасын дәмін татып көрген жақсы да. Мен өзім тырысып көрем. Өзім тырысам сол жердің асханасын дәмін татуға. Енді бір жерлер ұнайды, бір жерлер ұнамайды. Мұсылман емес мемлекеттердікін желательно енді жемеуге тырысам, бір халал жер болмаса. Бірақ енді мен Малайзияның тамағын жеп көрдім. Маған ұнады. Ондай ашты емес екен. Мен бір тамақ заказ бердім. Атын да ұмытып қалдым. Маған ұнады. Сондықтан сіздер де Малайзияның тамағын дәмін татып көріңіздер. Қазір мен сіздерге бір тамақ ішетін орынды көрсетейін. Сол жерде осы жергілікті тамақтарды жасайтын кухня ғой. Иншалла сол жерге келіп дәмін татып көріңіздер. Міне артымда Сурия торговый центр қалды. Башня Петронус қалды. Яғни сол жақтан шыққан кезінде көшеге оңға қарай кетесіздер. Мына жерде Авеню деген тоже торговый центр бар. Содан осылай қарай жүре бересіздер. Ана жерде жаңағы ресторан орналасқан. Қазір сіздерге қасына барғаннан кейін көрсетем. Қатты ұзақ емес, көп жүрмейсіздер. Так, мен мына жерден жолдың арғы бетіне өтіп алдым. Мына жерде бір отель тұр. King деген бұл. Сіздерге көрсете салайын. The King KLCC деген отель. Мен ар жақтан келдім да, мына жерден өтіп алдым. Пешеход жоқ екен, бірақ сонда да өте салдым. Егер достар дуриан жеп көргілеріңіз келсе, міне мына жерде дуриан бар. Дуриан сатады. Мына жерде дурианның несі де бар сияқты, мороженое да бар сияқты. Дуриан, дуриандар. Осы жерден жеп көрсеңіздер болады. Міне дуриан деген. Килограммы 107. 107 ringgit 1 kilo, ya? Килограммы где-то бір 113 мың теңге дей ғой. Өте қымбат. Міне. Мен өзім бір рет қана жеп көрген, былтыр келген кезінде. Тура осы жерде жедім. Қазір мына жерге скрин жасап қоям. Инстаграмма кіріп қарап көрсеңіз болады. Мен реакциямды түсіріп рилсқа салып қойғам. Міне, тура осы жерде жегем. Енді маған шынымды айтсам вообще ұнаған жоқ. Енді сол рилстан қараңыздар, түсінікті болады. Одан кейін Малайзияда 7-Eleven бар. Енді бұны білетін шығарсыздар. Кім Таиландта болған 7-Eleven'ді біледі. Ішінде неше түрлі сусындар болады. Жалпы іске басар көп нәрсе табуға болады. Дәрілер бар, неше түрлі сулар, соқтар. Жалпы кіріп көрсеңіздер болады. Малайзияда да бар. Енді менің жаңағы айтып тұрған местный ресторан дегенім мынау ғой. Мен көріп қалдым да, сон сіздерге де көрсетейін деп арнайы келдім. Мына жерде мына қойдың еті, скорее всего, тілі жатыр, тағы бірдеңкелер жатыр. Енді қарап көресіздер. Қарап көресіздер. Осылайнан ауызашарға дайындап жатқан сияқты. Тамақтар. Мына жақта отыратын жері бар. Отыратын жері, шай.
ішінде. Жалпы келіп дәмін татып көріңіздер. Мынау местный ұқсамайды мынау. Наси кандар дегенді мен местный деп ойлап жүрмін ғой. Мынау Индияның асханасы сияқты ғой. Excuse me, it's Indian food? Indian Malaysia. Indian Malaysia. You have chicken masala? Chicken masala. Okay. В общем, Индия, Малайзия екеуі аралас екен. Енді чисто Индияның рестораны болса, чикен масала болу керек еді. Мен жаңа специально сұрадым, жоқ дейді. Соған қарағанда кейбір тамақтар Индияныкі, кейбірі осы Малайзиянікі сияқты. Сыртынан осындай көрініс. Келіп дәмін татып көріңіздер. Жаңа жолдан тағы да бір ресторандар көрдім. Ол да сол местный сияқты. Ана бір жерлерде. Соның төмен жағында бір емес екі ресторан көрдім. Сол Малайзияның асханалар сияқты. Ресторан болғанда кәдімгі мына жаңа көрсеткендегідей асхана ғой. Сол жерде көріңіздер. Жалпы осы жерлерден местный тамақты таба аласыздар. Так, мен енді ары қарай жүрдім. Сіздерге қазір мощный бір мороженое көрсетем, және ол жерде мұздай шайлар сатады, iced tea дейді ғой. Өте керемет дәмі. Тоже сіздерге көрсетем. Сосын ары қарай кететін болам дальше. Міне достар, Мишуэ деген Қытайдың балмұздақтар желісі, және де салқын сулары да бар. Өте керемет. Осы жерден дәмін татып көріңіздер. Ол тура осы Башня Петронусқа қарама-қарсы жолдың бетіне өтсеңіздер, міндетті түрде осы балмұздақты көресіздер. Осы жерден дәмін татып көріңіз. Қазір мен сіздерге маған ұнаған нәрсені көрсетейін. Короче, мына нәрсеге құйып береді шайды. Кішкентайы бар, үлкені бар, средний, үлкені бар. Сразу бетін осылай жауып береді. Сразу бетін жауып береді. Және де балмұздақтары бар. Маған ұнағаны мынау киви жасмин ти деп тұр ғой. Осы ұнады маған. Өте керемет дәмі. Мұзбен сап-салқын береді. Бар жоғы 5 рингит. Ол деген бір 600-700 теңге. Міне осындай үлкені 600-700 теңге тұрады. Одан кейін міне мороженыйлар. Шайдың бетіне де құйып береді. Ошым неше түрлі выбор бар. Енді бұның ішіне маған ұнағаны супер манго деп тұр ғой міне. Супер манго деген осы маған ұнады. Мындай кішкентай ыдысқа салып береді. Ол да 5 рингит. 5 рингит дегені сол бір 600-700 теңге. Қымбат емес, зато дәмі өте керемет, табиғи. Маған ұнады. Сіздер де дәмін татып көріңіздер. Енді мына жерде де дуриан сатады. Тоже көріңіздер. Мен өзім дуриан жемегеннен кейін бұларды білмейді екенмін. Енді біреулерге ұнайды дуриан, сондықтан ұнаса осы жерден тоже дәмін татып көрсеңіздер болады. Тура мына Мишуэнің жанында тұр. Енді мен сіздерге тағы да бір орынды көрсетейін. Осы Мишуэден өткеннен кейін сразу оңға қарай бұрылып кетсеңіздер, бұлай қарай. Міне артымызда Башня Петронус қалды. Мына жерде Public Bank деген тұр, міне Public Bank. Мынау жағында дуриан, ар жағында Мишуэ. Солардың ортасымен осындай көшемен, Алматының тілімен айтқанда төмен қарай түсіп кетсеңіздер, бұл жақта енді төмен жоғары деген жоқ. Башня Петронустан төмен қарай деп айтайын сіздерге. Осылай қарай жүріп кетсеңіздер, керемет бір өзбектің асханасы бар. Мен ол
асхананы Instagram'da өзімнің парақшама арнайы бір reels қылып түсіргем. Егер сол жақтан көрсеңіз, көрдіңіз, көрмесеңіз, онда сізге қазір осы жерде тағы да көрсетіп кетем. Бір 200-250 метр жүру керек осылай қарай. Қатты ұзақ емес. Зато бағасы арзан, қымбат емес. Одан кейін ол жердегі тамақтың барлығын енді сіз жей аласыз. Өзбектердің асханасы болғандықтан жаңағы бәрі бар. Плов, манты, шашлык, кәдімгі лепешка, нан, сорпалар, пельмени. Короче, біз үйде жеп жүрген тамақтың барлығы бар. Сондықтан өзіміздің тамақты жегіңіз келсе, онда осылай қарай жүріңізді. Сол өзбектің асханасынан тамақ ішіңіздер. Қазір барып асхананың өзін тағы да бір видеоға түсіретін боламын. Міне мен жүріп келе жатырмын. Мына жолдың қарама-қарсы бетіне өтіп алдым. Енді мына сол жақтарыңыздан Starbucks көресіздер. Сол Starbucks'тан ары қарай өтеміз. Оң жақтарыңызда Star Residence деген жилой комплекс. Тура алдарыңызда Crown Plaza деген қонақ үй көрініп тұрады. Осы жермен жүріп келе бересіздер. Мына зданияда көптеген тіл курстары бар. Мен өзім осы жерде оқып жатырмын ағылшын тілін. Егер сізде осы Малайзияға оқуға келгіңіз келсе, ағылшын тілін үйренем десеңіз, осы жерде курс оқимын десеңіз, онда сіз менің инстаграмыма хабарға шығып, менімен байланысыңыз. Алла бұйыртса, оны да мен сізге ұйымдастырып беремін. Барлық қызметтердің бәрін жасаймын. Осында ұшып келгеннен бастап күтіп алу, визаңыз бар, оқуыңыз, тіпті жататын жеріңіз барлығын ұйымдастырып берем. Мен өзім енді 6 ай осы жердемін. Мүмкін 6 айға дейін келіп жатсаңыз, онда тіптен жақсы. Мен өзім осы жерден күтіп алатын болам. Так что хабарласыңыздар. Міне мына жерде осында бір шлагбаум тұрады. Шлагбаумнан өтесіздер. Сөйтіп шлагбаумнан өтіп, осылай тағы да бір 50 метрдей жүру керек болады. Мына жерде бір турагентство ма, бір нәрсе бар. Михан Travel and Tourism дейді. Осымен былай қарай жүре бересіздер. Міне шамал жүргеннен кейін осындай баннерлерін көресіз. Ресторан Central Asia. Міне өзіміздің тамақтар барлығы. Сыртта қазанда пісіреді палауды. Иншалла келіп дәмін татып көріңіздер. Қазір ішін видеоға түсіріп көрсететін болам сіздерге. Менюін көрсетейін. Мына жақта мына палау пісіп жатыр. Ауыз ашарға. Мына ішіне келдім. Мына жерде қазір менюны таныстырып көрейік. Ассаламалейкум. Қалайсыздар? Атыңыз кім? Изатулла. Маған менюді көрсетіңізші, қандай тамақтар бар, бағасы қандай? Ham ovqatlarimiz bor. Tandir non deysizmi, oq guruch deysizmi, somsa deysizmi, hozir bir soatlarda somsamiz yangisi chiqadi, svejisi. Salatlarimiz bor, qazi salat. Qazi bor ekan, shakara, narezka bor, kimchi salat bor, olivye bor, kefir bor. Suyuq ovqatlarimizda hammasi bor. Sho'rpa, chuchvara, mampar, pastava bor. Lag'monlarimiz bor, lag'mon bor ekan. Lag'mon bor, qo'rma lag'monlarimiz bor. Narin bor ekan, Narin hozircha yo'q. Hozir yo'q. Bo'lsa siz qo'ying. Da, hozircha yo'q. O'zimizda o'zbek milliy oshi bor. Qazili osh, oddiy osh, qo'y go'shtli. Kaboblarimiz bor. Lula kabob, shashlik, ko'rini. Manti, o'rama, qo'rma lag'monimiz, gampang, qozon kebablarimiz bor. Bu yerda hammasi go'shtli mahsulotlar. Qovurilgan baliq, o'zbek pishirilgan tovuq,
и karpetlar bor. Ko'ring, и mag'osh. И agar hammasi birga bo'lsin desangiz, o'zi napit ichimligi bilan Kombo, kombo bor. Setlarimiz, set A, set B, set C. Hammasini har xil. Hop, свежий tatlidan medovik bor и Napoleon bor. Ichimliklarimizdan juda ko'p ichimlik turlari bor. Xohlasangiz gazli napitkalar bor, upakovочный soklarimiz bor, o'zbek ayroni bor, свежий soklarimiz bor, o'zimiz tayyorlab beramiz. И issiqroq ichimlik ichaman desangiz, o'zbek choy bor, limon choy bor, tashkentskiy choy bor. Ko'p Qozog'istondan mehmonlar kelgan uchun tashkentskiy choyni ham o'rganib oldik. O'zbekistonda tashkentskiy choy yo'q, Yo'q, tashkentskiy choyi men Malayziyaga kelganimda qozoq birodarlarimizdan eshitganman. O'rgatishgan tashkentskiy choy. Tushunibdi. Sizlar qachon ochildingizlar? Qancha bo'ldi? Bu restoran уже anchadan beri ishlaydi. Aniq yillarini men bilmayman, chunki o'zim yaqinda kelganman. 1,5 yil bo'ldi kelganimga Malayziyaga. И yaqindagina remontdan ochildi, yangi remont qilindi. Yaxshi. Hozir mehmonlar kutyapmiz. Go'sht qaydan? O'zbekistondan keladimi? Yo'q, go'shtimiz mana shu Malayziyaning go'shti. Malayziyada aniq. Xo'jayinim, restoranning xo'jayini o'zi mahsulotlarga qattiq qaraydilar, o'zlari tekshirib, hamma joydan hammasi halol, 100%. O'zlari bozordan barcha produksiyalarni oladi. Bari 100% halol, Barchasi. Do'stlar, mendetli turda o'sha yerga kelib tamoq ishib ko'ringizlar. Mаған unadi. 2 ret keldim, men tamoq ichdim. Ikkovida de birovinde plov yedim, birovinde pelmen yedim. Ikkovi de unadi. Бағасы да өте тиімді. Өйткені осы жерде жаңа айттым, студенттер көп жүреді. Сол студенттерге өте ыңғайлы деп ойлаймын. Хоп, рахмат сізге. Саламат болың. Agar studentlar bo'lsa, studentlarga 10% skidkamiz ham bor. Men studentпін ғой мен. Bo'ldi, 10% Beresiz ба? Albatta. 10% скидка. Все хорошо. Жақсы, рахмет. Sağ olun. Вот, так что 10% скидка алсаңыздар болады екен. Оппа. Мен өзімде білмейді екен, мына қазір ғана біліп жатырмын. Иншалла 10% скидкамен осы жерде енді күнделікті түскі астарымды ішетін боламын. Достар, қалай сіздерге бұл шығарылым ұнап жатыр ма? Егер де ұнап жатса, көңілдеріңізден шығып жатса, төменге өзіңіздің пікірлеріңізді жазып қалдырып бердіңіз. Мен әрқайсысын оқып, жеке-жеке жауап беретін болам және қуанышта болам. Мынау мен қазір осы түсірілімді бастаған жерге қайтып келдім. Мына түсірілімді осы жерден бастаған едім. Тура Петронус башнясының жолдың бергі жақ беті. Мына егер артыңызда Петронус тұрған кезінде оң жағыңызда жаңағы Public Bank, сол жағыңызда осында ресторан бар. NZ деп тұр. NZ. Осы екеуінің ортасымен осылай қарай жүретін болсаңыздар, бір әдемі көпір бар. Сол көпірді барып көрсетейін қазір. Ол жерде фото-видеоға түссеңіздер әдемі шығады. Және де бүгінгі жалпы түсірілімнің бұл соңғы локациясы. Соны көрсеткеннен кейін мен үйге қайтам, мұздай душқа түсем, кондиционердің астында кішкене жатам. Өзім оразамын. Бүгін бізде предпоследний күн Рамазанның. Бүгін ертең ораза ұстаймыз. Сонымен иншалла арғы күні айт күн ыстық. Соған қарамастан сіздерге осындай шығарылымды түсіріп жатырмын. Енді осыншама еңбекпен түсірілгеннен кейін сіздерге ұнаса екен деп үміттенем. Осылай қарай жүре бересіздер. Бұл жерде енді бүйтіп бұрылып кететін, адасып кететін ешнәрсе жоқ. Бір жол. Сондықтан қазір мен сол көпірге барғаннан кейін видеоны бірақ қосатын боламын. Так, достар, міне осылай келдім. И сол жақтарыңыздан осындай көпір шығады. Осы көпірге қарай барып, соның арғы жақ бетінен
ар жақ бетінен фотоға, видеоға түссеңіздер өте әдемі. Мына жерге уже аузым кеуіп кетті. Мына жерге мен өзімнің былтыр түскен бір суретімді қойып қояйын. Қараңыздар қандай күшті. Осындай фотоға түссеңіздер болады. Мына жерде мазар бар екен. Мынау мұсылмандардікі екен. Ар жағы христиандардікі сияқты. Менің үйім мынау ғой. Менің үйім. Терезе тура осыған қарап тұрды. Мына көпір көрінеді. Потом осы мазар көрінеді. И башня Петронс көрінеді. Осындай көпір келіп обязательно көріңіздер. Башня Петронсқа жақын. Сондықтан да келіп бір әдемі фотоға түсуге әбден жарайды. Салома деп аталады екен. Міне достар, келдім. Осы жерге келіп әдемі фотоға түссеңіздер болады. Осылай қарай. Ар жақта Башня Петронс. Қараңыздар. Қандай әдемі көрініс. Hi, where are you from? Somalia. Oh, good. Қараңыздар. Қандай әдемі. Осы жерге келіп фото видеоға түсіңіздер. Мына жақтан частный үйлер көрінеді. Осы жақтарға бір келгім келеді, мен өстіп жүргім келеді. Частный үйлерді аралап. Бір құстың дауысы шығып жатыр. Кокос өсіп тұрған жерде. Күшті екен, е? Осындай. Так что, достар, міндетті түрде саяхаттаңыздар. Куала-Лумпурға тур керек болатын болса, маған байланысқа шығыңыздар, барлығын ұйымдастырып берем. Осындай әдемілікті көріңіздер. Бұның бәрі көру өмір бойы сіздерге естелік, эмоция болып қалады. Сондықтан көбірек саяхаттаңыздар. Баршаларыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге. Парақшама деп жатырмын. Мен енді YouTube'ты жүргізбеген бұған дейін. Енді қолға алып жатырмын. Сол үшін каналыма тіркеліп, жаңалдегі қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдағы уақытта осы Куала-Лумпур бойынша тағы да көптеген жерлерді түсіріп, осылай обзор жасап салып отыратын боламын. Баршаларыңызға рахмет.